мен, жерінен айрылмаған жауалған мен. Батыр елім аман ба, баласы да жолбарысты ұстаған жалаң қолмен. Астана еліміздің жүрегісің, лайық көзіңді алмай қарауға әбден. Осы жаққа қаншама халық көшті, өзінің болашағын бағамдаумен. Алдыңа мен де келдім бала жастан, ақын боп өссем деген бар арманмен. Алашым қолдап отыр ал ендеше, қолдауыңа жетпейді қол алған мен. Маңызды шешімдерді қабылдайтын, көрісіп бір қуандым Ақордан мен. Елге шешім шығарар Ақордаға, мен де келдім маңызды қадамдармен. Шаршы топты кез келсе ойып шығар, мен емес дегенінен тайып шығар. Торғайдың үмітімін атқа қонсам, алақанын Құдайдан жайып сұрар. Алтын асыл домбыра қаншам өтті, күмісті де жасадық қойып сыңар. Оңтүстік батыс шығыс бәрі далды, төрт жақты тең қылмасақ қайық сынар. Алмаған тек Қостанай облысы, бұның өзі бір қызық жайт шығар. Нұр Ислам соңғы үміт өзіңде деп жіберделім, жеңбесем айып шығар. Атыңнан айналайын қола домбыра, сен еліме апарсам кайып шығар. Торғайым жетімектей болып жүр ғой, қолын аздап мал бітсе байып шығар. Сұрамаймын ел үшін барды салам, анығын халық өзі айтсын ал. Алтын сарин атамыз туылған жер, тым болмаса қолаға лайық шығар. Ару қыз келгенімде алдыңа мен, балдай қызға арнайын балғын өлең. Қола домбыра болады дегеннен ақ желілерде ақпарат алды белең. Видеосы таралып ақындардың таныстыру жолдады барлық өлең. Сонда ішінен мен сені көріп қалып, парақшаңды ақтарып аңдыған ем. Шашыңа шашпау салып сырға таққан суретіңді көрдім де болдым елең. Бірден ғашық болдым да кездесуді ішімнен тілеп жүрдім бардыға мен. Үстіңе масатыдан қамзол киген, тым ерекше екенсің сен бір әлем. Егерде бүгін маған көнем десең, қуанып Торғай жаққа жол бұрар ем. Екі мақсат мендегі бірі қола, екінші сені қолға қондырар ем. Екеуін бірге кетіп қарт Торғайға, арман жоқ жайғастырсам орнына мен. Қолыңды алып сенің, одан кейін бетіңді ашсам қола домбырамен. Арма деп өлең сүйген өрелелім ай, алдыңда сөз түйесін шөгеремін ай. Қола домбыра айтысын жасап жатыр, астанам асқақтатып төленерін. Айтыс үшін алаң боп өткізуде, Серікзат ағамыздай көрегенім. Бұл айтыстан не алам деп келгем жоқ, деп келдім бұл еліме не беремін. Бір жан мен саралардың ізін жалғар, біздерге үміт артып сенер елім. Арма деп басым дейіп сәлем бердім, қолпаштап жасап отыр көмек елім. Астанадай жайқалған гүл қалама, көңілімнің қондырайын көбелегін ай. Мен саған жауап берем, күтіңдер ал. Ару едім тілінде шүкір де бар. Алып кетем дейдім ме Торғай жаққа, айтылар бұл сөзіңе пікірлер әр. Мектепте оқисың ғой айналайын, сондықтан астамсымай күтін демал. 18-ге толып алмай үйлендірмес, елімде заңмен жазған үкімде бар. Ақша тауып отбасын басқаратын, дей алмаймын, сенде ерлік бітімде бар.
Мектепте 3-пен оқып әрең жүрсің, ауызыңнан кеппеген сүтің де бар. Жарыңды іздеп бұл жерде желпінгенше, ана жарты басыңды бүтін деп алай. Келіп алып бұл бала өрлейді ғой, өзінше жырғылышын сермейді ғой. Қолымды алатындай жан емессің, қазақ қызға ол тірлік сай келмейді ғой. Өзі алатын қыздың бетін өзі ашқан, өзінше бұл балада өрлейді ғой. Астананың қызына байқап сөйле, сонда ғана шырағың сөнбейді ғой. Дәстүрді білмей тұғын сендейлерге, айғанымдай ақылды қыз ермейді ғой. Бұл жерде бар еді ғой қорғандарым, артық кетсем досым сені тергейді ғой. Қоланы аңдып жүрген сендейлерге, алтын домбыралы ағаларым бермейді ғой ай. Айғап қара досым маған күлімдейсің ай. Қарайсың мына маған күнімдейсің ай. Есейдім деп айтқанда бұл балаға, айтыңдаршы бұндайда қалай ғана бөлінбейсің. Ел бетімді ашамын деп ел алдында, ал бетпе бет оңашада дірілдейсің. Видеодан көріп қана ғашық болған балаға қалай ғана бөлінбейсің. Бесіктен белі шықпай бұл құрдасым, бет ашам десе қалай төңілмейсің. Негізі меніменен құрдас едің, онда неге екі иықты жұлып жейсің. Тіліңе қарап тұрсам ағамдайсың, түріңе қарап тұрсам өгей әйінім дейсің ай. Келісіп дайын десем ой қосуға, айғаным неменеге айқасуда. Өз алып өзі бетін ашады деп салт білмейді деп айттың, салт білмейді деп алдың қайтасыңға. Қола менен ашады дегенім ғой, қорықпа мен тұрамын жайқасыңда. Бесіктен бел шықпаған бала дейді, айғаным райыңнан қайтасың ба. 13-тегі отауға ие деген салт жайлы айтарда бұл байқасын ба. Ой, салтты қатты жаттасаң 15-тегі жігітке баласың деп айтасың ба. Ой, айғанымды іздеген ередім ғой, сондықтан не десең де көнемін ғой. Ақша тауып бақ дейді отбасыңды, енді соны құрайын дегенім ғой. Ақынның несібесі елде деген өзімнің ертеңіме сенемін ғой. Одан кейін 3-пенен оқиды деп сен мені білімсізге теңедің ғой. Айтысып болмай жатса газел айдап напақамды адалдан теремін ғой. Ой, 3-пен оқып жүріп ақ көнем десең, жағдайыңды 5 қылып беремін ғой. Ой, сынақ келсе сақтаған сабырлық дел, биыл біраз артылды ауыр жүктер. Төңіректі су басып торғайдағы үйлермен зардап шекті егіндіктер. Менің де туған үйім суға кетіп, естеліктер жойылды өмірліктер. Жан жақтан көмек қылып Қазақстан дәлел болды екенің сенің мықтел. Елбасы да қабылдап демде шешім, үйлер соқта ағайын көрімдік бер. Ол ғана емес елбасы үкіметке деді бізге барлығын тегін қып бер. Су басқан жақтан келдім, сондықтан да бүгін маған бұл жерді төрім қып бер.
арманым шабыттағы айтысқа түсуді ашық жолын қып бер. Бүгінгі айтыстағы арулардың ішінен бұл аруды келін қып бер. Бес қазы болсаңыздар күлен қойып, қазылар балдарымды елу қып бер. Жобаға назар салып елбасы айтқан қолаға осы жолы сенімдік бер. Үйлері суға кеткен адамдарға жасаңдар демеп беді жеңілдіктер. Айғаным айналайын жүрегіңнен, тіліңнен моншақтай боп жүрі өрілген. Жол ұштасып жатса егер біз екеуміз қол ұстасып өтейік бұл өмірден. Салт білмейтін жігітсің дедің жана, білгенде қайта-қайта білемін мен. Торғайдан шығар кезде әжем маған құдайым қылсын деді тілеуіңнен. Қолдағы білезігін шешіп беріп, келінсіз қайтпа деді бұл өңірден. Қолыңа тағайын сол білезікті, қашанда жөн білетін ұл едім мен. Қолыңнан шешпей жүрсең әр қашанда, ұстағандай болайын білегіңнен. Алыс беріс басталды ма сахнада? Айғаным не дейді екен бұл? Өлеңді енді саған қосарнаймын. Дейсің бәлде құр сөзбен босалдаймын. Әжемнің білезігі деп айтасың. Болғандай осындайда асаудаймын. Көненің көзі ғой деп қабыл алам. Дегенмен есігіңді аша алмаймын. Әжеңнің жасын берсін мына маған, басымды бірақ саған қоса алмаймын ай. Бесіктен белі шықпай сорырлаған, түсініксіз сөз айтып сыбырлаған. 13-те отау есі деген менен, басқа ғой бүгін адам, бүгін қоғам. Кешегі ерлерімдей болу қайда, тектеді асыл еді бұрын бабам. Қазіргі жігіттерге таңғаламын, көре салған сұлуға жымыңдаған, бабасының бір сөзін жаттап алып, шамасына қарап алмай қырындаған ай. Нұрислам шаршы топты жарып тұрған, бақытым деп мына мені танып тұрған. Бақыт іздеп әркімдер сандалды ғой, біреулер жастық шақ деп сауық қылған. Ал біреулер бақытты мал деп ойлар, дегендей бәрін жисам қарық қылғам. Ал біреулер бақытты ар деп ойлар, болғаннан соң тектілерге дарып туған. Негізі бақыт деген азаттық қой, еркіндікпен қадамын анық қылған. Кешегі бабалардай айтар болсам, менде сондай келешекке бағыт қылған. Егеменді осынау ел бақытты, туған жерде ұйқысы қанып тұрған ай. Қар өлеңді алынбас қамал дерек ай. Сарыарқаны тұрғанында самал бөлеп ай. Есейдім деп құрдасым айтқанында, білмедім бұны неге балау керек.
Бұрынғылар бей болуға асығушы еді, ал бұлар үй болам дейді, заман бөлек. Ақылыңа ақыл қосқан құрдасым-ау, сонда ғана бас боласың қадам делеп. Әзірге ұшқалақсың баладайын, сондықтан бұл ісіңді залал дерек. Бұл айтысқа ағаңмен еріп кепсің, бұның да бір себебі барау демек. Мына мені ап кетем деп қоясың, өзіңді ап кететін адам керек ай. Рислам, қысқа қайыра ғой. Мен сені деп отырсам аламын деп байқаймын, тұрған жоғау қарағың кеп. Өзіңді ақ кететін адам керек дегенің тиді маған сәл ауыр боп. Білезікті сызылып әрең алдың, әжеңнің жасы үшін тағамын деп. Бұл әлі сыйлықтардың бастамасы, белшессең ауылыма барамын деп. Ағамды ертіп берсем себебім бар, айғанымның көңілін табамын деп. Ол түгіл осы залда апам отыр, қалғанын алаңдама қарағым деп. Ой, білезікті бере бер, шыққаннан соң сырғасын өзім барып саламын деп. Ой, бұл мені досым деді, сері деді, өзде айтысымның көрігеді. Жігітке жібімейтін соншалықты тастай қатып қалған ба не жүрегі? 80 қыз серуенге шықса дағы біреуі айғанымның теңімеді. Алдалы талай біздер кездесеміз, айтыстың аман болса керуені. Маған қарап айналдым күлгеніңнен, жанарыңнан жылулық беріледі. Дәл осындай қалтында күлімдеген қазағымның көтерсін төрінелі. Ой, қыздары күлімдеген елдің ғана ерінің мықты екені көрінеді. Онайсың ба, дейсің бе мына маған онаймын деп. Отырсың ба, сырғаңмен сынаймын деп. Әжең отса мұнда менің әкем отыр, қас батырдай қасқайып түр айбым боп. Сондықтан сырға түгіл көз салсаңыз, қалайша әкем менің шыдай білмек. Әкетай, орныңыздан тұрып қойыңызшы. Тұрсың ба, Нұр Ислам-ау жылаймын деп, айтыс бітсін деп отыр, шыдай алмай. Басқаша бұл батырды сынаймын деп, сырғасы дайын тұрған бұл баланың құлағын айтыстан соң бұраймын деп ай. Ой, рахмет. Ол үшін ол дегенде пісіп күйіп мына кеудем, айғаным дегенде мен тұра келгем. Әкесінің көзінше қырындаған ер жігіттер үлгі алсын мына менен. Тамаша. Сөйледім деп отсың ба күш тұлдайшын, онда неге сөздерімді пысқырмайсың? Торғай жақтың баласымын деп айтасың, онда неге арзан сөзбен мысқылдайсың? Қыз деп қаршадайдан қақылдамай, батырлардай сондағы сұсқылғайсың. Әкемнің көзінше бұл қырындап деп, қалайша бұл сөзімді құтқылғайсың? Ахмет пен Міржақыпты туған жер ол, сенде сол бабалардай тік тұрғайсың.
Нұрислам, қырындамай осындайда, неге сол бабалардай іс қылмайсың Ой, ай? рахмет. Айтысты дәм жерден аяқтай қояйық айғаным. Тамаша бір айтыс болды, ағайын, е? Ұнады ма сіздерге?